Алдардың тууы. Алдардың әкесі Алдан момын адам болыпты. Оның өмір бойы кәсібі қой бағу екен. Баққан қойы байдікі болған соң, «Бай, Құдай күнімді саған қаратып, қойыңды баққалы отырмын, беретін ақыңды айтқаның жөн болар еді» дейді Жалданарда. «Несін сұрайсың байғұсым, біздікі деген көл емес пе? Асты жатып ішесің, мал десең айдап кетесің. Тек бағуыңды біл, ар жағын өзіме қоя бер. Құдай бар, мен бар, ащы терің жерге төгілсе төгілер, менің дәулетім төгілмес. Бардан ауысады, балдан жұғысады, жүзді айдап, бірді жетелейсің» деген екен бай оған. Оның жатып ішетіні рас бопты. Жұмыстан шаршаған Алдан басын көтере алмай асты жатып ішіпті. Уәделі уақыты бітіп, кетерінде бай бір ешкі жетелетіпті. «Кетем дедің, кеттің, бір оқыстық еттің. Мына менің беріп отырғаным, есің кетсе ешкі жый деген. Ешкі егіз туса екеу болады, ендігі жылы төртеу болады. Дегенше 100 болады. Жетелеп кеткен бірің де осы, айдап кеткен 100-ің де осы. Байғұсым, бара ғой» деп бай алдапты. «Шариғат солай» деп қожа алдапты. Базарға барса, саудагер және алдапты. «Жаңылып жалпақ еттім, ұмытып үлкен еттім» деп нан сатқаны, «Жіп деп жібектен тоқыппын, түк деп түбіттен тоқыппын» деп мата сатқаны алдапты. «Барып келім айтты» деп бақсы алдапты. «Көзіңді жұмсаң керемет көресің» деп ұры алдапты. Адал еңбегін алдап алып, күн көрушілер көбейген кезде Алдан налып, зарын шағатын әкім таппай жүргенде қатыны бір ұл туыпты. «Қарағымның атын Алдар қояйын, алдаушылар көбейген заманда туды ғой. Мені алдаған арсыздар мендей ғып мұны да алдасын, болмаса көп асуға бір тосу болып, алдаушыларға тосу болсын» деп Алдар қойыпты. Қартайғанда көрген ұлын әлдейлеп отырып, алдаушылардың арсыздығын жыр қылып айтып, шерін тарқатады екен. Ол «Алдаушы арсыз көбейіп, ардан тойдым қарағым, әділеттік табылмай, заңнан тойдым қарағым, арсыз заман азаптан, жаннан тойдым қарағым, ара шышым болсын деп алдар қойдым қарағым» депті. Бала балғындай тез өсіпті, былдырлап тілі шығыпты, батпандап есі кіріпті. Әкесінің әлдейін аңғарып, сұрау беріпті. «Әке, сені кім алдады?» «Ақы бермей бай алдады, оның барып есесін алам. Қара жүрек хан алдады, оған барып қан қақсатам. Базар толған саудагер бар, өтірікші өңшең мұндар, мен байғұсты көп алдады. Базарына барайын, бар алтынын алайын. Қожасы бар, молдасы бар, бақсы балгер жолдасы бар, шайтан ұры сиқыршысы бар, жұртты соның бәрі алдады. Ер жетейін, ел аралайын, алдаушылармен арбасып көрейін» депті баласы. Сол бала сөйтіп ер жетіпті. Алдаушылармен айқасуға кетіпті.